Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен түрік халқының сүйікті тағамдарының бірі жасымықтан крем-суп дайындайтын боламыз. Бұл крем-суптың пайдасы өте көп және де дәрумендерге толы. Бұл сорпаны мен сүйіп ішемін. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен ыдысымызға сұйық майымызды құйып, сұйық майды жақсылап қыздырып болғаннан кейін ғана бір пиязды ұсақтап турап пиязды сарғайғанша қуырып алатын боламыз. Пиязымыз қуырылғаннан кейін әбден шамамен 1,5 ас қасықтай ұнды салып, ұнды да шамамен 2-3 минуттай қуыратын боламыз. Ұнымыз бен пиязымыз араласып, толық қуырылып болғаннан кейін оның үстіне майы аз болып жатса, сұйық майды құйып жіберсеңіз болады. Пияз бен ұнды әбден қуырып болғаннан кейін оның үстіне ұсақтап туралған сәбізді саламыз. Сәбізді де салып болғаннан кейін жақсылап толығымен араластырып қуырамыз. Және де оның үстіне 1 шай қасық томат пастасын салып, оны да шамамен 1 минуттай араластырып қуырып жібереміз. Томат пастасын қуырмаған жағдайда сорпаға, тамаққа қышқылтым дәм беруі мүмкін. Оның үстіне жақсылап жуылған жасымықты саламыз, және де жуылған жасымықтың суы қалып кетуі мүмкін. Сол суы толығымен тартылғанша оны да жақсылап қуырып жібереміз. Суы толық тартылғаннан кейін ғана шамамен 1-1,5 литрдей салқын су құйып, жақсылап араластырып, қақпағын жауып, қайнатуға қойып қоятын боламыз. Біздің сорпамыз қайнағаннан кейін оны үнемі араластырып тұруды ұмытпаңыз, өйткені оның асты жабысып қалуы мүмкін, және де осындай көбігі шығуы мүмкін. Ол кейін қайнағаннан кейін көбігі тартылып кетеді. Жасымық тез пісетін болғандықтан жасымықты көп қайнатпаймыз, тек қана сәбізі піссе болғаны. Сәбізі піскеннен кейін біз сорпамызды блендерден өткізіп жібереміз. Бізде крем-суп болу керек. Сізге ондай блендер болмаған жағдайда осы сорпаны осылай пайдалана берсеңіз болады. Сорпаңыз қатты қайнап, суы тартылып кететін болса, онда оның үстіне ыстық қайнаған су құйып жіберсеңіз болады. Және де оның астын өшіріп, осындай блендермен ыстық күйінде осылай крем-суп жасап аламыз. Блендермен өткізіп аламыз. Блендермен өткізіп болғаннан кейін бізде осындай крем-суп шығады. Біз оның үстіне тұз салып, және де тағы да шамамен 2-3 минутқа қайнатуға қақпағын жауып қойып қоямыз. Содан кейін ғана біздің сорпамыз дайын болады. Біздің жасымықтан крем-суп дайын болды. Оның үстіне қалауыңыз бойынша қара бұрыш немесе қызыл бұрыш және де лимон сығындысын құйып пайдалана берсеңіз болады. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.